Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Тіл дамыту сабағына қош келдіңдер. Менің атым Исаинова Гүлсім Оразовна. Бүгін біз сендермен бірге ойнаймыз. Ребус – бұл түрлі әріптері, сандары мен белгілері бар суреттерден құрастырылған жұмбақ. Ребус логиканы, зеректікті, тапқырлықты жаттықтырады, ойлау қабілетін дамытады және балаға жаңа сөздер мен заттарды есте сақтауға көмектеседі. Ребустарды шешудегі негізгі ережелермен танысайық. Ребуста бейнеленген барлық заттар тек кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Кейде суреттегі қажетті зат ерекшеленіп көрсетіледі. Мысалы, бұл суретте ерекшеленіп шаш көрсетілген. Бейнеленген заттың жалпы немесе нақты атауы қолданылуы мүмкін. Мысалы, ағаш немесе емен мағынасына қарай таңдау керек. Кейде сөздің басында немесе аяғында бір немесе бірнеше әріпті алып тастау керек. Бұл жағдайда шартты белгі үтір қолданылады. Егер үтір суреттің сол жағында болса, онда бірінші әріпті алып тастау керек. Ал оң жағында болса, соңғысын. Қанша үтір болса, сонша әріпті алып тастау керек. Суретке қарайық. Бұл жерде көйлек салынған. Суреттің сол жағында 3 үтір тұр. Онда көйлек деген сөздің алғашқы 3 әріпін сызып тастаймыз. Суреттің оң жағында 1 үтір тұр. Онда сөздің соңғы әріпін сызып тастаймыз. Бізде Л, Е деген әріптер қалды. Егер ребуста төңкерілген сурет кездессе, яғни бұл сөзді соңынан бастап оқу керек. Бұл суретте лақ төңкеріліп салынған. Яғни бұл сөзді біз соңынан бастап оқимыз. Қал. Кейде бір әріпті екіншісіне ауыстыру керек болса, бұл әріптердің арасында тең белгісі қойылады. Мысалы, А тең Б. Суретке қара. Бұл жерде көз салынған. Бірақ суреттің астында З тең Л деп жазылып тұр. Яғни, З әріпін Л әріпіне ауыстырамыз. Онда бізде көл деген сөз шығады. Сендер ребустарды шешудегі негізгі ережелермен таныстыңдар. Ал енді бірнеше ребустарды бірге шешіп көрейік. Бұл ребуста 2 зат салынған. Бірінші сурет бұл кітап. Суреттің оң жағында 3 үтір тұр. Онда біз қай әріптерді алып тастаймыз? Дұрыс. Т, А, П. Яғни сөздің соңынан 3 әріпті сызып тастадық. Екінші суретте не салынған? Балта. Балтаның сол жағында да, оң жағында да үтірлер тұр. Қане, сөздің басынан неше әріпті алып тастаймыз? 2 әріп. Б және А. Сөздің соңынан 1 әріп. А әріпін сызып тастаймыз. Енді қалған әріптерді қосамыз. Бізде қандай сөз шықты? Кілт. Тамаша. Тағы бір ребусты шешіп көрейік. Бірінші суретте ауыз салынған. Бірақ ерекшеленіп не көрсетілген? Тіл. Суреттің үстінде Ә тең Ү деп жазылған. Яғни, Ә әрпін Ү әрпіне ауыстыру керек.
Екінші суретте не салынған? Кілт. Қандай әріптерді сызып тастау керек? Соңғы екі әріпті. Дұрыс. Екі суреттен шыққан әріптерді қосамыз. Бізде қандай сөз шықты? Түлкі. Өте жақсы. Бейнероликті тоқтатып, менің көмегімсіз бірнеше ребусты шешіп көріңдер. Сосын жауаптарды тексеріңдер. Бірінші ребустың жауабы тасбақа. Екіншінікі көжек. Соңғы ребуста бесік деген сөз жасырылған. Балалар, сендер барлық тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.